Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біздің көбісі сұрайды, қай жақтан су қалай келеді. Су жоқ кезде осындай жер асты суын пайдаланамыз. 40-тық трубамен ағып тұр. Көлемі қанша секунд трубамен өздеріңіздер байқап тұрсыздар. Өсіп бір мезгіл қосып қоямыз насосты. Мына жақтан насоспен келеді. Тоғанымыз өздеріңізге белгілі. Әр жерге мынандай шөптер тастағанбыз. Амур толстолобтар жейсін деп. Толстолоб жемейді, енді амур жақсы жейді. Суымыздың көлемі осындай.